Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қаз дауыстар арнасына қош келіпсіздер. Әбу Әли Хусейн ибн Абдуллах ибн Сина еуропалық дәстүр бойынша Авиценна деген атпен мәлім. Ол бар болғаны 57 жыл өмір сүрсе де, оның өмірі мен дарыны осы уақытқа дейін аңызға айналып келеді. Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдансаң, дәрігерге пысқырып та қарамайсың. Дене құрылысының үйлесімін бір қалыпты ұстау дегеніміз тағам мен сусынды талғау, дәрет тәртібін мұқияттау, киім мен ауа тазалығын сақтау, дене мен рух бірлестігін естен шығармау, ұйқы тәртібін бұзбау. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, онда ұнтақталған грек жаңғағы аралас балды үзбей жей бер. Дәрігерде 3 қару бар. Олар сөз, өсімдік, пышақ. Қимыл көптеген дәрінің орнын басуы мүмкін, бірақ бірде-бір дәрі қимылдың орнын баса алмайды. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Егер менің досым дұшпаныммен достасса, онда онымен араласудың енді мәні жоқ. У араласқан қанттан сақтан, шірік жерге қонған шыбыннан сақтан. Шынайы дәрігерде мынадай қасиет болуы шарт. Көзі қаршығадай өткір, қолы қызыңкіндей жұмсақ, жүрегі арыстандай батыл. Көктемде созылмалы аурулар оянады. Өйткені көктем келіп, ағзадағы іркілген сұйықтықтың бәрі денеге шығады. Пайдалы мен пайдасыз істі былай айыр. Шаруа біткен соң жеңілдеумен, асқа тәбеттің жақсаруы, тыныс алуың жеңілдеп, өзіңді сезінуің де қалыпқа түсуі. Үмітсіз науқастар жоқ, тек үмітсіз дәрігер бар. Қыста жеңіл тағамдар тұтынба, мысалы көкөніс, ал жазда керісінше. Қорқынышы ақылынан үстем түскен адамның санасы тұманданған. Уайым аурудың жартысы, сабыр денсаулықтың жартысы, шыдамдылық айығудың бастамасы. Егер өте көп тамақ жеп қойсаңыз, келесі күні аш жүріңіз. Тек асқақ рух қана денсаулықты жақсы ұстауға мүмкіндік береді. Біз үшеуміз, сен, мен, ауру. Сен қай жақты таңдасаң, сол жақ жеңеді. Кім аурудан қорықпаса, ауру одан қорқады. Асқазанның жауы өте көп тамақ жеу, өйткені ағза оны қорыта алмай, құнарлы заттары денеге дарымайды. Суды бірден ішу дұрыс емес, оны асықпай деммен ішу керек, әсіресе шөл қатты қысып тұрғанда.